Инстаграмға видео салған кезде қарапайым осы нәрселерді ескеру керексіз. Мен сіздерге қазір тікелей өзім телефоным арқылы видео салып көрсететін боламын. Біріншіден болса Инстаграмға кіресіздер. Инстаграмға кіргеннен кейін мына жерде сол жағында плюс батырмасын басамыз. Одан кейін астында видео Reels дегенге кіреміз. Одан кейін өзімізге қажетті Reels'ті тауып аламыз. Бұл жерде менің бір видеом болу керек, дайын видеом. Мысалы осы видео, одан кейін далее басамыз. Инстаграмға жүктелді. Бұл жерде мен өзімнің қарапайым сөйлеп түскен видео. Егер де видеоңыздың бастапқы жағында немесе арт жағында кесетін жері болса, мына жерде редактировать дегенді басып, видеоның үстінен басып, мына жерде алдыңғы жағын жайлап қисаңыз болады, былай жақындата отырып. Одан кейін дәл солай арт жағында да болатын болса, осылай видеоны жылжытып ең артына келу арқылы арт жағынан да өзіңізге керек емес жерін осылай кесіп тастай саласыз. Содан кейін мен видеоның үстіне текст жазамын. Міндетті түрде сіз видеоңыздың үстіне текст жазу керексіз. Ол видеоңызды алғашқы қарап отқан кезде құлағымен сіздің айтып жатқаныңызды естімесе де, визуально мына жерде сіздің жазып қойған тақырыбыңызды оқу арқылы ұсталып, сіздің видеоңызды ары қарай қарап кету қажет, ол адам, қарап отқан адам. Сол үшін мына жерге мен төменгі жақта А деген тұр, текст деп басын жазылып тұр, сол батырманы басамын, содан кейін осылай жазу шығады. Мысалға менің мына видеода айтып жатқан тақырыбым денсаулықтың қадірін түсіну үшін. Арнайы қызықты қылып мен осылай жазып қоямын, денсаулықтың қадірін түсіну үшін. Себебі бұл видеода мен сол денсаулықтың қадірін түсіну туралы белгілі бір тақырыпты айтып жатырмын. Сосын мына жерде готов басам. Мына жерде осы жазғаннан кейін сол жағында мынандай жоғарғы бағанағы размерін келтіретін нұсқаулық бар. Сол үшін де осыны көтеру, түсіру арқылы размерін келтіре аласыздар. Егер қатты мынандай етіп жазып қоюға болмайды, кейбір адамдар түсініксіз осылай жазып қояды. Сол үшін де міне осылай екі бөлікке ғана бөліп қойсаңыздар жарайды. Бұл жерде жоғары жақта готовты басам. Сосын мынаны текстті үстінен ұстау арқылы мен былай қозғай аламын. Өзі размер беріп тұр, мына жерде жоғарыға осы жерге дейін тақа деп, сол үшін осы қарай тақайын. Бұны мен кішірейтетін болсам, осылай мені екі саусағыммен ұстап, үстінен бүйтіп кішірейте аламын. Осылай кішірейтіп, жоғары жаққа осылай әдемі етіп қойып қоямын. Видеоны қарап отқанда текстті оқиды, бірден мені ұсталып, бірден маған ұсталып, осы видеомды ары мен қарай қарап кетеді. Көп адам осылай видеомды қарау арқылы Инстаграм алгоритмі бұл видеоны мен интересныйға шығарып жібереді. Сол үшін осылай текстпен үстіне жазып қою міндетті. Мысалға сіздің сценарийіңізда ол пациенттерден келетін топ сұрақтарға жасау қажетсіз деген тапсырма бердім. Оны жасаған кезде, мысалға, пациенттен қандай сұрақ келеді, сол сұрақты мына жерге жазып қоясыз үстіне. Мысалға, алдыңғы айтқан мысал ретінде келтіргенім, УЗИ-ге көп түсу балаға зиян ба? Дәл солай жазып қоясыз. Бұл жерде видеоны қарап отырғандар оқиды. УЗИ-ге көп түсу балаға зиян ба? Бұл қызықты тақырып екен, ары қарай сіздің видеоңыз қарап кетеді. Содан кейін мынаны жазғаннан кейін астына готов деген шығады, готовты баса саласыз, уже видеоңыз дайын. Мына жерде текстті астында қарасаңыздар фиолетовый болып тұр, соны әрмен қарай созып, видеоның ең соңына дейін осы текст тұратындай етіп созып тастайсыздар, соңына дейін. Сол кезде уже видеоңыз дайын, жоғары жақтағы далее батырмасын басамыз, фиолетовый болып тұрған стрелка, басқаннан кейін видеоңыз міне осындай болып дайын болып шығады. Одан кейін добавить текстке астына тағы да беретін ақпаратыңыз болатын болса астына жазасыз, окей басасыз. Сосын мына жерде поделиться деген батырмасы бар, фиолетовый болып тұрған, осы батырманы басу арқылы ары қарай видеоңызды салып жіберетін боласыз. Сіз алғаш Инстаграмды жүргізуді бастағалы отырғаннан кейін сізге қиындатып керек емес, сізге осылай барынша жеңілдету керек. Бұл Инстаграм жүргізуді жеңілдетіп қабылдау керексіз. Егер арнайы Инстаграм жүргізуге мобилға жалдауым керек, немесе студияға барып түсуім керек, немесе өзім қиын монтажды үйреніп алуым керек деген ой болатын болса, сіз Инстаграм жүргізуді қиындата бересіз. Сізде Инстаграм жүргізу осы уақытқа дейін қалдырып келген сияқты артқа қала береді. Сол үшін де осылай қолда бар әрекетпен, қолда бар инструменттермен білетін біліміңізбенен жүргізіп жалғастырып кету керексіз. Алдыңғы видеода берген тапсырманы міндетті түрде орындаңыз. Reels жасаңыз, оны Инстаграмға жүктеңіз, және де маған жіберіңіз. Мен сіздің тапсырмаңызды орындадыңыз ба, орындамадыңыз ба қараймын. Қай жерде қателестіңіз, видеода қалай сөйледіңіз, видеода сөйлеген кезде сіздің қателіктеріңіз бар ма, барлығын өзім сізге айтып беретін боламын. Давайте, сәттілік.